Сәлем достар, сіздермен бірге Казмет. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Крепс циклы. Сіздерге барынша түсінікті әрі қызықты болады деген ниетпен кішігірім, яғни кестелер дайындадық. Ендеше біз бастайық. Біз ең алдымен осы С6H12O6-дан бастайық, глюкоза молекуласы. Яғни осы 6 көміртекті глюкоза глюколиз әсерінен 3 көміртектен тұратын 2 пируватқа дейін ыдырайды. Осы пируват бізде көміртекті бөле отырып ацетил коэнзимға айналады. Яғни бізде 2 көміртекті ацетил коэнзимі пайда болады. Және де осы арада NADH-қа дейін қалпына келеді. Міне осы ацетил коэнзимі мен қымыздық қышқылы көміртекті немесе жай ғана оксалоацетат қосылып бізде 6 көміртекті цитрат түзеді. Бұл жерде бізде цитрат синтазы ферменті осы бірінші реакцияны жүзеге асырады. Келесі бізде екінші реакциямыз цитраттан изоцитраттың түзілуі, яғни аконитат гидратаза ферменті арқылы немесе жай ғана аконитаза. Осы бізде үшінші реакцияға кезек берейік. Изоцитраттан альфа-кетоглутараттың пайда болуы. Міне мына жерде байқап тұрсыздар, бізде 5 көміртек қалды. Осы арада неге? Себебі бізде мына жерде көмір қышқыл газы бөлініп кетті және де NADH-қа дейін қалпына келді. Сондықтан бізде 6 көміртектен 1 көміртек азайып 5 көміртек қалды. Және төртінші реакция бізде альфа-кетоглутараттан кейін сукцинил коэнзимі пайда болады. Бұл жерде 4 көміртек қалды, яғни 1 көміртек азайып, көмір қышқыл газы бөлініп кетті. Және де осы жерде де NADH-қа дейін қалпына келді. Біздің катализаторымыз бұл жерде альфа-кетоглутарат дегидрогеназа болып табылады. Келесі біздің реакциямыз ол сукцинаттың пайда болуы. 4 көміртек сол күйі қалады, ешқандай өзгеріссіз, бірақ бізде ГТФ бөлініп шығады. Яғни сукцинил тиокиназа ферменті арқылы. Ендігі біздің келесі 6-шы реакциямыз фумараттың пайда болуы. 4 көміртек қалады, сукцинал дегидрогеназа ферментіміз бар, және де осы арада бізде FAT-H2-ге дейін өзгереді. 7-ші біздің реакциямыз фумараттан малатқа дейін. Яғни бізде фумарат гидратаза ферментіміз катализатор болып табылады. 7-ші реакция аяқталды. 7-ші реакциядан кейін бізде ең соңғы реакция малаттан оксалоацетатқа дейін. Міне қымыздық қышқылына қайта келдік. Малат дегидрогеназа ферменті арқылы келеміз. Және де осы арада NADH-қа дейін өзгереді. Міне достар, осы 8 түрлі реакциядан Крепс циклы құралған. Катализаторлық ферменттерімізді білу арқылы сіздер Крепс циклын жақсы түсіне аласыздар деген үміттемін. Енді келесі осы біздің циклымыздың соңында бізге не қалады, не түзіледі, соны айта кетейік. Бізде NADH-тан 3 түзілді. Дәлел ретінде мына жерден қарап жүрейік. Міне NADH-қа дейін өзгерді. 2-ші реакцияда, 3-ші реакцияда және де 8-ші реакцияда біз осыларды байқай аламыз. Міне 3 түрлі NADH, ол бізде 9 ATF-кетен және 1 FAT-H2, ол бізде 2 ATF-кетен және де 1 GTF, ол 1 ATF-кетен. Міне мына жерде 1 ATF-кетен және де 2 көмір қышқыл газы бөлініп шықты. Және бізде барлығы ең соңында өнім 12 ATF түзілді. Міне достар, бар болғаны осы. Ең бастысы қандай фермент катализатор бола алатынын және де қай реакциядан кейін қай реакция келетінін ұмытпасаңыздар болғаны. Барынша түсінікті әрі қызықты болды деген үміттемін. Казмет әрдайым сіздермен бірге, бізбен болғандарыңызға рахмет. Жарқын болашаққа бірге нық қадам жасайық.